Ескерме балалар, сабағымызға дайын болсақ отырамыз. Сендерге үй тапсырмасын қайталап алу үшін есімге түсіру үшін орталық арқылы ссылка жібердім. Орындаймыз. Орындау уақыты 2 минут. Бастаймыз. Телефонымыз. Тапсырмаларды орындап, аты жөнімізді жазамыз. Құрылысы литосфераның тектоникалық қозғалысы. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі күнді тақырыпты жазып аламыз. Сабағымыздың мақсаты біз сендермен жердің тектоникалық құрылымы мен литосфералық плиталардың қозғалысын картадан көрсетуіміз. Дрейф, коллизия, субдукция, средин тектоникалық қозғалыстарын талдауымыз қажет. Осының әсерінен тақталар жылына бірнеше сантиметр жылдамдықпен өте баяу қозғалады. Белгісіз бөлімдермен оның салдары. Тақталардың қозғалысы жер сілкінісін тудырады, жаңа тауларды оятады. Таудың пайда болуына себепкер болады. Литосфералық тақталарының қозғалысын көрдік. Осы литосфералық тақталарының қозғалысын ашқан, теориясын ашқан ол Альфред Wegener. Альфред Wegener'дің өзіне келсекші, осы жорамал туралы не айтады екен? Жорамалы палеозой эрасының аяғына шейін бір тұтас болған пангея деп аталатын алып материк мезозой эрасының бас шегінде іршік болып жарылып, жан-жаққа жылжып кеткен. Осының нәтижесінде континенттер жер шары ретінде қазіргідей болып орналасқан белгілетін жорамал бір континенттердің пайда болуы жөніндегі гипотеза. Жер қабығының басталу тарихында материктер бір тұтас болып, олар жеңіл жыныстардан құралған. Жердің геологиялық тарихының барысында жердің айналу күшінің әсерінен жер қыртысында ажырау туғызады. Енді осы бейнеролик бойынша литосфералық тақталарды кім бізден картаға көрсетіп береді? Елдана, келе ғой. Оңтүстік Америкалық класса қалай көрсетті? Онда Австралиялық тақта, Еуразиялық тақта, Африкалық тақта, Австралиялық тақта. Тектоника дегеніміз не, литосфералық тақталар дегеніміз не екендігін жазып аламыз. Беттегі мәтінмен мұқият танысып шығамыз. Мәтінмен мұқият танысып шығуға сендерге беріліп 3 минут. Бастаймыз. Қазір мен сендерге балалар мұнда аты жөндерін жазылған. Осы аты жөндерін бойынша Филиппинет сайты бойынша қазір 3 топқа бөлінем. Сол 3 топ бойынша қазір бірінші топта мен сендерге парақтарды таратып бердім. Кітаптағы мәтін жеткіліксіз болатын болса, сендер мына жердегі QR код арқылы бағаланып, топтармен бірге жұмыс жасаймыз. Бастаймыз. Түсіндіреді, ал бастаймыз. Бұл жерде мұхиттық плитада олардың қозғалысы конвергентті деп аталады. Шегарасы нективті деп аталады. Бұл жерде материктік плитада мұхиттық плита соқтығысы белгіленген. Олардың соқтығысы субдукция деп аталады. Енді біз сендермен топтық жұмыс істеді, бойымызды сергітіп алайық. Сергіту сәтін біз сендермен әрекет талқылауына. Сендерге қазір жұптық жұмыс жасаймыз. Мынандай үлгідегі қағаздар таратылып береді. Сол бойынша сендер жұптаса отырып, Тынық мұхит, Марска, Үнді Аустралия, Африка тақталарының шекаралас тақталарын, қозғалыс бағытын және қозғалыс жылдамдығын жазып шығамыз. Уақыт кетті.
алмаса отырып тексереміз. Алдымыздағы парақтарға бағалаймыз. Енді балаларды сендермен топтық жұмыс істедік. Келесі тапсырма әрқайсымыз өзіміз метасфералық тақталарды салыстырамыз. Бұрын қандай болды және кейін қандай болды? Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қоямыз. Орындау уақыты 3 минут. Балалар бір-бірімізбен алмаса отырып тексеріп шығамыз. Бағалау парағына міндетті түрде өзімізге баға қоюды ұмытпаймыз. Сендермен сабағымызды қорытындылау үшін сендермен метасфера сөз жұмбағын шешеміз. Бойынша жауап береміз. Екі материктік тақтаның соғылысы үдерісін қалай атаймыз? Қандай дейміз? Коллизия, жарайсың. Келісеміз ба? Мұхиттық тақталардың келесі сұрақ. Материктік және мұхиттық метасфералық тақталардың соқтығысуының келесі сұрақ. Материктік тақталардың құрылықта ажырауы. Материктік тақталардың құрылықта ажырауы. Коллизия кезінде түзілетін жер бедері. Біздің сөз жұмбағымыз метасфера дұрыс шешілді ме балалар? Балалар, енді сендер бағалау парақтарына аты жөндеріңді жазсаңдар маған тапсырамыз. Енді сендерге үй тапсырмасы метасфералық тақталарды кескін картаға түсіріп, қозғалыс түрлеріне 3 мысал келтіреміз. Қайталайықшы енді. Метасфералық тақталар нешеге бөлінді? Айта ғой. Қандай? Материктік Және мұхиттық. Жарайсың. Субдукция құбылысы дегеніміз? Материктік және мұхиттық металлардың соқтығысуы. Жарайсыңдар. Жақсы. Енді бүгінгі сабаққа қандай ұсыныстарың бар? Қайсысы ұнады, ұнаған жоқ? Кері байланыс маған жіберулеріңізге болады. Кері байланыс жібереміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Кері байланыс жіберсеңдер, балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Барлығы сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Қош сау болыңдар. Кері байланыс жіберген болсақ, сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Қош сау болыңыздар.